Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі видео су басып отырған Орал қаласы туралы болмақ. Барлығыңыз білесіздер, біздің Орал қаласын қар суы еріп су басып кеткен болатын. Енді алдағы уақытта Орынбор облысынан, Ресей жақтан тағы да үлкен су келе жатыр. Осы видеоны екіге бөлемін. Сол су келгенге дейін және су келгеннен кейін тағы да түсіріп, соның қандай зардаптары болды, соның барлығын сіздерге көрсетіп айтатын боламын барымша, мүмкіндігімше. Осыған дейін көп жерлерден естіп жатырмын, көріп жатырмын. Орал неге тып-тыныш дейді, Оралда неге жұмыстар жүрмейді дейді. Сол туралы бір-екі ауыз сөз айта кетейін. Оралда жұмыстар өте мықты жүріп жатыр. Мына километр деген дамбылар, жүздеген мың мешоктер, қапшықтар өздігінен мына жерде тұрып қалған жоқ. Өздігінен қапталып қалған жоқ. Оның барлығын қара халық және МЧС-ның адамдары, солдаттар барлығы бірдей бірігіп жұмыс жасап отыр. Ішінде студенттер де бар, қарапайым халықтар да бар, біздер сияқты адамдар да бар. Жұмыстан қол тисе болды. Қапшық қаптауға, қапшық тасуға, сондай жұмыстардың барлығымыз бір жұдырықтай атсалысып жатырмыз. Біздің Оралдағы су тасқынының зардаптарын бірге көтеру үшін және көмектесу үшін өзге облыстардан солдаттар, МЧС-ның адамдары, техника деген сияқтылар келіп те жатыр. Және сонымен қатар тағы да бір айта кетер жағдай, біздің қырғыз бауырластарымыз, қазақ-қырғыз бір туған деп біздерге Оралға да гуманитарлық көмек келген болатын. Жалпы ЧС-никтер болсын, полицейлер, пожарный, сонда жұмыс жасайтын жігіттердің барлығының үлестері өте көп. Итке дейін құтқарып жатыр. Неше түрлі видеолар бар. Адамдарды қаншамасын құтқарып алып шығып жатыр. Тек қана адамдар демей, адамдардың мүмкіндігі болса, қойларына дейін, малдарына дейін көтеріп алып шығып жатыр. Эвакопунктқа қаншама мың адамды тасыды, көтерді, ұйықтамай жұмыс жасап отырған ЧС-никтерге, жалпы сол атсалысып жүрген жігіттерге барлығына алғысым шексіз. Олардың еңбектері зор, просто былай ауызбен айта салу мүмкін емес. Енді видеоны қорытындылайын. Бұйырғанын көреміз. Не боларын осы 2-3 күнде белгілі болады. Келесі шығарымда Алла тағала нәсіп етсін, мен сіздерге бәрі жақсы болды, Аллаға шүкір, су жаймен өтті, Оралда басқан жоқ деп бастауға Алла тағала нәсіп етсін.